Алматыда жер сілкінісінен паника болып жатыр адамдарда. Әлбетте паника болады, конечно паника болады. Таксисттің бағасын қарасаң, таксистке ана жерге А точкадан Б точкаға апара қой десең, күндегі баратын жеріңе 3000 теңге алып жүрген жеріне 10 мың, 15, 20 мың деп қойып қойған. Таксопарк оңбағансыңдар сендер, вас надо привлечь к ответственности. Олай жасауға бола ма? Адам деген апат қой. Сен адамсың ғой. Келіп тұрма қатын балашаға ана точкаға апарып тасташы, адам баға қанша адам машинаңа сияды, соны алып алды, апарып таста. Қазір апарып тастамағанда сен тірі адамды ертең өлі адамды апарасың ба? Ақшада түкте жоқ саған деген. Дымда болды, отырасың сосын мұрныңды сипап. Сен қазір сонда оңбағандық жасайтын болса, сен ертең келе жатқан жолда сен жер жұтып алады керек десең. Сен құдайыңды ұмытқан адамсың ондайын жасайтын адамдар. Дүкендер, круглосуточно жұмыс істейтін аптекалар, дүкендеріңді ашып қойыңдар. Түнде адамдар деген қатын балашаған бәрі түрсемейкімен шығып кетті далаға. Аш жүрді таңертеңге шейін. Сендер магазиндердің жауып алғансыңдар. Мынанда 500 теңге деп жаңағыда, анау жоқ, мынау жоқ деп. Сендердің аш адамдар сендердің дүкендеріңді сындырып кірсін деп отырсыңдар ма? Олай болмайды ғой. Көмектесіңдер сендерден. Да, один день убыт. Хорошо, но следующий день зато эти люди будут помнить о вас. Сендердің жақсылықтарыңды білетін болады. Сендердің магазиндеріңе келіп заттарыңды алатын болады. Мышление у вас какой-то дикий бар ғой. Дұрыс емес сендердікі деген. Адам деген апат кезінде көмектесу керек бір-біріне. Бауырмашыл болу керек. Еркектер деген ана деген өздері шығып кет. Үйінде еркек жоқ адамдар бар ғой. Әйел бала-шағалар, үлкен кісілер көмектесіңдер соларға қарай. Көмектесіп солардың бәрін алып кетіңдер ана шығаруға көмектесіп. Сосын қазақтар деген бізде ана карантин дегенде 5-6 жәшік пиваларын алып, жаңағы макарондарын қап-қаппен алып бүйтіп көшпеңдер олай. Олай болмайды. Олай паника жасамаңдар. Паника жасаған адам бірінші кетіп қалады ана дүниеге. Екінші, үшінші даже секіріп. Олай болмайды. Как будто тамақ болмай қалатындай. Олай жасамаңыздар. Товар первый необходимости, документіңді аласың, сумкаңа дайындап қой. Ақшаңды алып қойдың, алтын палтындарыңды алып қой, мелкий заттарыңды. Баланың киім кешектерін салып қой да дайын отыр. Бірдеңеде түнде ұйықтатқан сарт ете қалды ма, сразу шығып кететіндей тез. Дәу чемоданмен көшпеңдер олай. Ол мәдениеттілікке жатпайды ол. Сосын барған кезде де машинаға отырып алып қай жаққа баратқандарыңды білмейсің да, пробканы создавать. Не скорый жүре алмайды, не төтенше жағдайлар келе алмайды. Олай жасамаңдар. Сен мостта келе жатсың, или тұрып қалдың мысалы пробкада, стоптар немесе жаңағы светофор құласа мыжылып қалады машинаң деген китайский машиналарың. Не істейсіңдер сол кезде? Шыға алмай қал, үлгере алмай қаласың, машинаңда өліп қаласың. Ашық алаңдар, мектептер, мешітке өмір кірмейтін адамдар мешітке кіріп кетті кеше. Мынандай несущий стеналардың астына тұра қалыңыздар. Метро деген жерге барады адам деген. Жоқ, біз не істедік, паника жасап қай жаққа баратқанымызды білмейсіз. Көшеде пробка, дала деген масқара. Аш жүрген адамдар олай болмайды. Бір-бірлеріңізге бауырмашыл болыңыздар, көмектесіңіздер.